Жер бетінде 7 миллиардқа жоқ адам бар, әрқайсымыз әртүрліміз. Бірақ барлық организмге заңдылық ортақ, ол генетикалық код. Кодты ДНК мен РНК жасушасының тізбегі құрайды. ДНК тірі организмдердегі генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын, даму мен қызметін қамтамасыз етуіне жауапты нуклеин қышқылының бір түрі. 20 ғасырдың 50 жылдарына дейін ДНК-ның нақты қызметі адамзат үшін белгісіз болды. 1953 жылы америкалық ғалымдар Джеймс Уотсон мен Фрэнсис Крик үлкен ғылыми жаңалық ашты. Олар өз жаңалығын біз өмірдің құпиясын аштық деп жария етті. Әрине, бұл жаңалықты сенімсіздікпен қабылдағандар да болды. Бірақ шын мәнінде бұл ғылым саласындағы үлкен төңкеріс еді. ДНК-ның құпиясы ашылғаннан бастап ДНК тест жүргізу арқылы ата тегімізді анықтауға мүмкіндік туды. Сонымен қатар адамның тегі арқылы берілетін генетикалық аурулардың алдын алуға да жағдайлар жасалды. Біз қазір президент емханасының геномдық диагностикалық зертханасындамыз. Бұл жерде адамның ДНК анализі арқылы түрлі генетикалық ауруларға сараптама жүргізеді. Дәл қазір микроскоп арқылы хромосомдардың құрылымын зерттеу үстінде. Знание этих всех основ ДНК. ДНК-ның негіздері жайлы білім бізге генетикалық ауруларды анықтауға мүмкіндік берді. Біз ауру болып туылған балаға көмектесе алмаймыз, себебі бүгінгі таңда генетикалық аурудан айықтыратын ем жоқ. Бірақ біз отбасындағы ерлі-зайыптылардың генінде мутацияның бар жоғын анықтай аламыз. Сол арқылы болашақта туылатын ұрпақтың генетикалық аурумен туылуы мүмкін бе, жоқ па, соны білеміз. Бұл зерттеулер отбасын жоспарлауда өте қажет. Для прогноза потомства. Эти исследования необходимы. Генеалогиялық ДНК тестінің 3 түрі бар. Аутосомдық тест жалпы генетикалық мәліметтер алуға мүмкіндік береді. Хромосомдық тест баланың әкесі екенін анықтау үшін тек ер азаматтар үшін жүргізіледі. Митохондриялық тест аналық текті анықтайды. ДНК анализі тек адамның шығу тегін ғана анықтап қоймай, медицина саласындағы бірқатар мәселелерді шешуде де маңызды роль атқарады. В настоящий момент вот здесь у нас присутствует оборудование. Қазіргі таңда зертханадағы мына аппараттар биологиялық негізден немесе қанның құрамынан ДНК-ны ажыратады. Барлық жүйе автоматтандырылған. Ал мына аппаратта ДНК-ны зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл жерде кез келген сұйықтықтан ДНК-ның негіздерін ажыратады. Из плазмы. Бұрын осындай арнайы ДНК-ға диагностика жасау үшін барлық биологиялық негіздер шетелге жіберіліп, айлап нәтижесін күтетінбіз. Ал қазір осындай арнайы медициналық жабдықтарға қол жеткізгеннен бері әртүрлі сынамаларды өз елімізде де жүргізуге мүмкіндік туды. Сіз қандай да бір созылмалы ауруға бейім болсаңыз, бұл да бекер емес. Оның түпкі себебінде ДНК-дан қарастыру керек. Себебі біраз аурулар сіздің тегіңізден берілуі мүмкін. Генетиктердің мәліметі бойынша жер шарын мекендеген 10 миллион адам тұқым қуалайтын түрлі ауруларға шалдығады екен.